Аллах Тағала Муса пайғамбарға қандай 9 аят белгілерді берді? Аллах Тағала Муса алейхиссаламға аса таяқ, құрғақшылық, шегірткелер, биттер, бақалар, қан, топан су, қол және теңіздің қақ айырылуы секілді аят белгілерді берді. Аллах Тағала былай деді: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Сондықтан оларға ашық мұжизалар түрінде топан су, шегіртке, бит, бақа және қан жібердік. Ал-Ағраф сүресі 133 аят. Ол сондай-ақ былай деді: وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Аллах Мусаға таяғыңды таста деді. Сонда ол оны иреңдеген жылан тәрізді көріп, бұрыла артына қарамай қаша жөнелді. Аллах: «Әй Муса, бері бұрыл, қорқпа, шынында сен амандықта болғандардансың. Қолыңды қойнына сал, кесірсіз әппақ болып шығады. Қорқудан құтылу үшін қолыңды жина». Бұл екеуі Фирғауын мен оның шонжарларына Раббыңнан 2 дәлел. Өйткені олар бұзақы деді. Әл-Қасас сүресі 31-32 аяттар. Аллах Тағала тағы да былай деді: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Шынында, Фирғауын әулетін үгіт алулары үшін құрғақшылық жылдарымен және жемістерін кемітумен қолға алдық. Әл-Ағраф сүресі 130 аят. Ол сондай-ақ былай деді: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Сонда біз Мусаға аса таяғымен теңізді ұр деп уахи еттік. Ол қақ айырылды да, оның 2 жағы зәулім тау сияқты болды. Әш-Шуғара сүресі 63 аят.